ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті мұсылман бауырлар, күндердің төресі болған жұма күні баршамызға қайырлы берекелі болсын. Алла Тағала жұма күні Адам алейхиссаламды жаратты. Жұма күні ол кісіні жәннатқа кіргізді. Жұма күні Алла Тағала Адам алейхиссаламды жәннаттан жер бетіне түсірді. Алла Тағала мына мешіттерге деп басып келген бір қадамдарымызға қателіктерімізді, күнәларымызды кешірген болса, екінші қадамдарымызға Алла Тағала жәннаттағы дәрежелерімізді өсірсін. Құрметті мұсылман бауырлар, қияметтің белгілерінің бірі жер бетінен ата-ананың қадірінің кетіп қалуы. Қиямет жақындаған кезде жер бетінде ата-ананың қадірі кетіп, оның орнына достың қадірі артады екен. Бұл негізі жаман нәрсе. Ертең қиямет жақындаған уақытта адамдар ата-анасын құрмет қылудың орнына, ата-анасына жақсылық қылудың орнына досына қатты көңіл бөліп, досын құрметтегіш болып кетеді дейді. Сыйлық берсе де досына береді, қыдырса да досымен бірге қыдырады. Өмірде қандай қызықты сәттерді өтсе де досымен бірге көруді жөн көреді екен. Болса дағы сол жақсылықтарға, сол сыйлықтарға, сондай бақытты кезеңдерге негізі ата-ана лайықты ғой. Өйткені ата-ана жәннат қақпаларының бір қақпасы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям заманында бір күні бір жігіт пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп: "Я Расулаллах, мен бір қызға үйленейін десем, бір қызды алайын десем, анам разы болмай жатыр, я Расулаллах, не істейін?" деп айтты дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан екен: "Біліп қойғын, ана деген жәннаттың бір қақпасы, қаласаң сол қақпаны сақтап қал, қаласаң сол қақпаны жауып таста" деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ескерткен екен. Сол үшін де біздің дінімізде, ислам шариғатында Алла Тағала адам баласына ата-анасын құрмет қылуды бұйырады. Қасиетті аяттарда Алла Тағала былай деп айтады: "Ей Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Раббың сені мына бір нәрсеге бұйырады" дейді. Алладан басқа ешкімге табынбауға дейді. Аллаға серік келтірмеулеріңді бұйырады дейді. Және ата-аналарыңа жақсылық қылуларыңды бұйырады. Егер де олар қартайса дейді, не болмаса екеуінің бірі қартаятын болса дейді, оларға ешқашан жекіп сөйлеме дейді Алла Тағала Құранда. Бәлкім оларға мейірім қанаттарыңды жай, оларға мейірімді сөйле дейді, жұмсақ сөйле дейді. Оларға ешқашан уф деп айтпа дейді. Өзі бүкіл тілді жаратқан бұл Алла Тағала. Орыс тілінде, қазақ тілінде, араб тілінде, ағылшын тілінде жаратушы Алла Тағала. Осы бүкіл тілде ортақ бір сөз бар екен. Ол қандай сөз? Ол уф деген сөз бар екен. Уф деген сөз араб тілінен қазақ тіліне аударған кезде мен жалықтым деген мағынаны білдіреді екен, шаршадым деген мағынаны білдіреді екен. Алла Тағала біздерге ата-аналарыңа ешқашан уф деп айтпаңдар дейді. Ұру былай тұрсын, оларға жеку былай тұрсын, оларға уф деп мен сенен жалықтым деп те айтуға болмайды екен. Көрдіңіз бе? Сол үшін де біздің дінімізде ата-ананың орны өте қатты жоғары бағаланады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде былай деп айтады: "Үш кісі жәннатқа кірмейді" дейді. Жәннатқа кірмеу былай тұрсын дейді. Алла Тағала оған қарамайды да дейді. Мейірімін де төкпейді. Жасаған амалдарын да жаңағы таразыға, есепке алмайды дейді. Біріншісі үнемі арақ ішетін кісіні дейді. Өйткені ол Алланың мейірімінен ұзақтап кетеді екен. Араққа салынып кеткен кісі. Екіншісі жетімнің ақысын жеген адам дейді. Алла Тағала оған қиямет күні онымен тілдеспейді. Үшіншісі ата-анасын наразы қылған, ата-анасын ренжітіп алған адамды Алла Тағала ертең қияметтің күні мейіріміне де алмайды, онымен сөйлеспейді де. Бірден тозаққа қарай орнын көрсетеді екен. Сол үшін де құрметті мұсылман бауырлар, әрбір адам, ер адам болсын, қыз адам болсын, өзінің ата-анасын құрмет қылу міндетті болады. Ол кісілер тірі болсын, ол кісілер дүниеден өткеннен кейін де ол кісілерге құрмет қылу мұсылман адамның міндеті екен. Ғалымдарымыз біздерге мынандай бір сөзді айтады: негізінде Алла Тағалаға деген шүкіршілік дейді, бұл 5 уақыт намаз оқуменен болады дейді. Кім 5 уақыт намаз оқып жүрген болса, онда ол кісі Раббысына деген шүкіршілігін білдіріп жүр екен. Ал ата-анаға деген шүкіршілік, ата-анаға деген рахметіміз дейді,
сол 5 уақыт намазымыздың соңында сәлем берместен алдын ат-тахият отырысынан кейін, салауат айтып болғаннан кейін мына бір дұғаны айту дейді. Раббирхамхума кама раббаяни сағира. Раббым Алла, әке шешем мені кішкентай кезімде қалай мейіріміне бөлеген болса, оларды да дәл солай мейіріміне бөле деп дұға қылу 5 уақыт намаздың соңында. Бұл әрбір азаматтың, ер адам болсын, әйел адам болсын, ата-анасының алдындағы шүкіршілігі, рахметі осы болады екен. Ерте замандарда бір қартайған әке, жасы енді біразға келген бір әке өсіп қалған баласына былай деп өсиет қылған екен: құрметті менің балам, бір уақыттар келеді, сен мені өте әлсіз халімде көретін боласың дейді. Менің істеп жатқан істерім ақылға қоңғысыз болып қалады. Сол кезде маған сәл уақыт бер, маған сәл сабыр ет дейді. Бір уақыттар келеді, ей балам, менің ішіп жатқан асым, екі қолым дірілдеп, ішіп жатқан асым үстіме төгілетін болады дейді. Сол кезде маған ашуланба дейді. Бір уақыттар келеді, ей балам дейді, мен саған өткен өмірімді айта беретін болам, саған қиссаларды айта беретін болам дейді. Сол кезде сен менен жалығып, сен деген көп сөйлеп кеттің деп менен қашып кетуші болма, безіп кетуші болма дейді. Өйткені сен кішкентай кезіңде мен саған бір қиссаларды, ертегілерді айтып беретін едім дейді. Сен сол кезде әкешім тағы да айтып берші, тағы да айтып берші деп айтатын едің дейді. Мен еш жалықпай саған қайта-қайта айта беретін едім дейді бір қиссаны. Бір уақыттар келеді, ей балам, менің есте сақтау қабілетім әлсіз болып қалады дейді. Барлық нәрсені ұмытып қала беретін болам. Сол кезде маған ашуланушы болма дейді. Бір уақыттар келеді, ей балам, мен таза болмай қаламын дейді. Менен жаман иіс шығатын болады, киімім таза болмай қалады. Сол кезде әкем таза емес, сасиды ол деп мені тастап кетуші болма дейді. Өйткені сен кішкентай кезіңде сенен қаншалықты жаман иіс шықса дағы дейді, мен сені тастаған емеспін дейді. Бір уақыттар келеді, ей балам дейді, мен саған өткен өмірімді айта беретін болам дейді. Сол кезде менен безіп кетуші болма дейді. Өйткені мен қартайған кезде сенімен ұзақ сөйлесу мен үшін үлкен бір ғанимет болады дейді. Сол кезде менен бұрылып кетіп қалушы болма дейді. Бір уақыттар келеді, ей балам дейді, мен сенің заманыңдағы шығып жатқан жаңа технологияны, ана телефондарды түсінбейтін болып қалам дейді. Ақылым жетпейтін болып қалады, көзім көрмейтін болып қалады дейді. Сол кезде менен бет бұрып, маған ұрсушы болма дейді. Өйткені бұл өмірде дейді, мен саған қалай өмір сүру керектігін, жақсылық пенен жамандықты қалай күтіп алу керектігін, оны қалай қабылдау керектігін үйреткен адаммын дейді. Сол кезде менің үстімнен күлуші болма, бәлкім сен менің көретін көзім бол, түсінетін ақылым бол деп айтқан екен. Бір уақыттар келеді, ей балам дейді, әлгі әке айтады, менің екі аяғым әлсіреп, мен қалаған жерге мені жеткізбейтін болады дейді. Сол кезде менің қолымнан ұстады, мен қалаған жерге мені жеткізіп сал дейді. Бір уақыттар келеді, ей балам, ертең қолынан ұстайтын әке таппай қаласың дейді. Бір уақыттар келеді, ей балам дейді, егер де сен менің қателіктерімді есіңе түсіретін болсаң дейді, кезінде әкем осылай қателескен еді, кезінде бүйткен еді деп менің қателіктерімді өмірде сүрінген жағдайларымды есіңе түсіретін болсаң, біліп қойғын балам дейді, сол қателіктердің баршасы дейді, сен үшін еді дейді. Сендер үшін, отбасым үшін еді дейді. Дәл қазіргі саған керекті болған нәрсе әкеңді кешіріп, қателіктерін жасыруың. Алла сенің де қателіктеріңді жасырсын дейді. Балам дейді, сенің кішкентай кезде күлген күлкің, істеген қылықтарың мені қуантатын еді дейді. Қазір сен өстің, қазір де сенің күлген күлкілерің, сөйлеген сөздерің, жасаған қимылдарың әлі күнге дейін мені қуантады дейді. Сол күлкілеріңнен мен махрұм қалып кетпейін дейді. Менің жүзіме үнеміне күліп жүр дейді. Балам, сен туылған кезде мен сенің жаныңда болғам дейді. Мен өлген кезде сен де менің жанымда бол деп бір қартайған әке баласына өсиет қылған екен. Сол үшін де әрбір мұсылманға, әрбір адамға бұл дүниеде әке шешесін құрмет қылу міндетті болады. Қазір енді заманымызда көріп жатсыз ғой, кейбір адамдар әке шешесін қатты ауыр сөйлеп жатыр, біреулер Құдай сақтасын ұрып, өлтіріп қойып жатыр, я? Ондай кісілердің баршасына Алла Тағаланың лағнеті жауған. Қияметтің күні Алла Тағала ол кісілерге мейірімін төкпейді екен. Ерте замандарда мына орыстың бір жаңағы
жазушысы, ақыны Чехов деген кісіні танисыздар ғой? Сол кісі мынандай бір керемет бір шығарма жазған екен. Ерте замандарда дейді, орыстың орманды жерінде бір жігіт келіншегімен бірге өмір сүрді дейді, орманда, айдалада. Сонда әлгі келіншегі дейді, күйеуіне бүкіл жағдайды жасайды екен. Киімінді жуып береді, тамағын да істеп береді, үй шаруасына да қарайды. Бірақ өкінішке орай дейді, келіншегі бала көтермеген екен. Сол бала көтермегендігі үшін күйеуі әйелмен дұрыс мәміле жасамайды екен, ауыр сөйлеседі екен, қатты сөйлейді екен. Осылайша жастары 80-ге келді дейді. Бірақ әлгі кемпірі бала көтермеді дейді. Перзент болмады дейді. Бір күні кемпірі қыстың қатты аязында ауырып қалған екен. Сонда әлгі шалы кемпірін атқа шананы жегіп, кемпірін шанаға жатқызып, қалаға емдетуге алып келе жатыр дейді. Айдалада атты жетектеп келе жатыр шалы. Шанада кемпірі жатыр. Сонда енді айдалада кетіп бара жатып, адам өзі ұзақ жол жүрген кезде ойға берілгіш болып кетеміз ғой. Сонда әлгі кісі дейді, былай деп ойланған екен, 80-ге келген қария. Мына менің кемпірім өмір бақи маған қызметімді жасап келе жатыр. Ләм мим деп те болсын қарсы келген жоқ. Бірақ өмірімде бір рет болсын мен осы бір кемпіріме рахметімді, жылы бір сөзімді айтқан емеспін ғой дейді. Неге дәл қазір осы өмірімнің соңында рахметімді айтып, лебізімді білдірмеске деп айтты дейді. Айдалада атты тоқтатты дейді, орманды жерде. Артында шанада кемпірі жатыр. Кемпірінің жанына келіп, әлгі қария кісі былай деп айтады дейді, құрметті менің кемпірім, Алла сенен разы болсын. Осыншама жыл қызметімді жасадың, бір рет болсын қарсы келмедің. Сен тараптан ешқандай кемістік кеткен жоқ деп рахметін айтып жатса дейді. Әлгі кемпірдің жаны шығып, денесі суып қалған дейді. Сонда жаңа Чехов айтады дейді, ақын кісі. Адамның тірі кезінде қадірін білмесең дейді, өлгеннен кейін қаншама өлең шумағын арнасаң да, бәрі бекер екен ғой дейді. Қазіргі адамдар сондай да. Тірі кезінде әке-шешесін құрметтемейді, өлгеннен кейін әншілерге өлең жаздыртады, қабірінің басына өлең жаздыртады. Ана деген сондай бір кісі, ғалымдарымыз айтады, 10 баласы болса да, әрқайсысын жалғызындай көрген ана. Сондай мейірімі кең екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні бір жорықтарда, жорық деген білесіз бе, енді соғыс қой. Соғыс біткеннен кейін, мүшриктермен соғыс біткеннен кейін дейді. Мүшриктер тараптан бір әйел кісі дейді, мұсылман емес әйел кісі, омырауындағы баласын жоғалтып алады, емізіп жүретін баласын. Соғыс қой енді ол жерде. Сонда әлгі ана дейді, шырылдап іздеп жүр дейді баласын. Бір кезде тауып алды дейді баласын. Тауып алды да көкірегіне қарай қысып, әлгі баласын емізе бастады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабалармен бірге баршасы осы болып жатқан жағдайды өз көздерімен көріп тұр. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларға айтты дейді, егер де мына әйел кісіге дейді, қазір анау омырауындағы баланы жанып тұрған отқа лақтыр деп айтса, әлгі ана тастайды ма деп айтты дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сұрақ қойып жатыр, сахабалар не деді? Я Расулалла, ана қалай өзінің баласын отқа тастайды? Тастамайды ғой, я Расулалла деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді, ал Алланың мейірімі бұл ананың баласына деген мейірімнен де жоғары деп айтты дейді. Сол үшін де жер бетіндегі ең мейірімі көп кісі, мейірімі ең көп жан бұл ана екен, әрбір адамға. Әрбір баласын жалғызындай көретін жер бетінде сондай кісі екен. Ғалымдарымыз, Алла кісілерден разы болсын, кез келген ананың бойында дейді, баласы білмейтін 7 қасиеті болады дейді. Тіпті бұл қасиеттерді аналардың өзі білмейді. Ең бірінші қасиеті дейді, ананың алдында баласы үшін дейді, жарты сағат отыру, психологтың алдына 6 рет кіріп шыққанмен тең болады дейді. Адам баласы не үшін психологқа барады негізінде? Ішінде бір мұңын шығару үшін, жүрегінің тыныштығын табу үшін барады ғой, дұрыс па? Проблемасын шешу үшін. Сіз мысалға 6 рет психологқа барасыз да, әрі барғанда төлейсіз. Төсті алдына 2 сағат отырып, жылайсыз, мұңыңызды айтасыз. Содан кейін барып не істейсіз? Жай-жай жазыла бастайсыз. Сол 6 рет отырып, қанша пәлен сағат отырғаныңыз, пәленбай ақша төлегеніңіз, ананың алдында жарты сағатта шешіледі екен.
Просто анаңыздың алдына келіп отырып тірі болса, ішіңіздегіні шығарсаңыз, жазылады екен. Екінші дейді, кез келген ана баласын құшақтап, мейірімін төгетін болса дейді, баланың ойлау қабілеті өте зерек болады екен бала деген. Сол үшін әрбір ана не істеу керек? Балаларын құшақтап жүру керек екен. Үшіншіден дейді, ананың қолында шипасы бар екен. Баланың қай жері ауырып тұрса да, ана сол жерге қолын қойса, Алла Тағала шипасын береді екен. Тіпті жара көзбе-көз жазылмаса да, бала ауруды сезбей қалады дейді. Төртінші, ананың бір дұғасы баланың тағдырын өзгертіп жібереді екен. Жақсы дұға қылса, жақсы жаққа қарай өзгереді. Жаман дұға қылса, жаман жаққа қарай өзгеріп кетеді екен. Мынау Меккеде Судайс деген имам бар. 60-шы жылғы, 1960 жылғы. Қазір енді қаншадан кетті ол кісі? 65-ке келді, иә? Сол кісі дейді, 4-5 жасында анасы ұрса, Қағбаның имамы болғыр деп ұрсатын болған екен да. 1980 жылы Меккеде Қағбаға имам болып тағайындалған екен, 20 жасында. Содан бері қазір Қағбаның бас имам болып келе жатыр да. Анасының дұғасы. Сол үшін не істеу керек? Ана деген әрбір ана балаға, әке шеше жалпы біздер дұрыс дұға қылу керек екенбіз балаға. Қазақтардың баяғы ұрсулары керемет еді. Тұқымың жайылғыр, көбейгір деп мысалға, иә? Осындай дұғалармен ұрсу керек екен да. Жоқ болғыр, атаңа қалет, бұл дұрыс емес. Өле қалғыр, қата қалғыр, бұлардың баршасы не? Қарғыс дұға екен. Бесінші, ананың бір керемет бір қасиеті дейді. Ана деген сезгіш бір аппарат екен. Баланың бойындағы келе жатқан жамандық пенен жақсылықты сезеді екен. Алла Тағала сездіртіп қояды екен ол кісіге. Сол үшін үйден шығып бара жатқан кезде жасыңыз 60-қа келсе де, 90-дағы 80-дегі анаңыз, балам бармақ қой десе де не істеу керек? Үйде отыру керек екен да. Өйткені Алла Тағала ол кісіге білдіртіп тұр. Қазір көп жігіттер жұмыс істейді. Жүрмейді ғой жұмыстары. Имамға келеді, жолымды ашып берші деп та. Біз ашамаймыз ғой енді ондайды. Мойындау керек қой. Неге жолдары болмайды көп жігіттердің? Жұмыста, кәсіпте жолы болмайды, отбасыда жолы болмайды. Өйткені әке шешесімен ақылдаспайды да. Әке шешесінен бата алмайды. Әке шешесімен сөйлеспейді. Осының кесірінен екен да. Жетінші, ең соңғы ананың қасиеті, бұл ана деген дейді, оның алдында отырып қанша жан дүниеңді жасырсаң да дейді, бәрібір не істей алмайсың, ол кісіден құтыла алмайды екенсің да. Қанша өз-өзіңді басқаша қылып көрсеткеніңменен, ішіңде мұң болып тұр, проблемаң болып тұр, жоқ қылып көрсетсең де не істейді ол кісі? Түбі сезіп қояды екен да. Сондай бір сезгіш аппарат екен ол кісі. Алла Тағала ол кісіні сондай менен қасиеттерін жоғары қылып қойған екен. Осындай қасиеттер беріп қойған екен да. Әрбір кісіге өзінің ата-анасын құрмет қылу міндетті болады. Пайғамбарымыз саллаллаху Абдулла ибн Умар радиаллаху анхуманың кезінде сахаба кісі ғой. Бір жігіт дейді, анасын иығына салып алып, арқалап жүріп, Қағбаны тауаф етіп жүр екен да. Қағбаны тауаф етудің өзіне адам баласы өзі жаяу Қағбаны тауаф етудің өзі адам шаршатып қояды кәдімгідей. Кәдімгідей мықты жігіт болсаңыз да, кәдімгі өкшелеріңіз ауырып, аяқтарыңыз ауырып қалады. Бірақ әлгі жігіт не істеп жүр? Анасын иығына салып алған ғой. Сөйтіп Қағбаны 7 рет тауаф етті да Абдулла ибн Умардың алдына келді дейді. Сөйтіп былай деп айтады дейді, мұсылмандардың әмірі, анамды иығыма салып алып Қағбаны 7 рет тауаф қылдым. Анамның ақысынан құтылдым ба деген кезде Абдулла ибн Умар былай деп айтқан екен. Толғаға келген кезде дейді, бір рет деп шығарған дауысынан да құтылмадың деп айтқан екен. Бір рет шығарған дауысынан. Сол үшін не істеу керек? Мұсылман адам әке шешесін құрмет қылу керек екен. Имам Ахмад ибн Хамбал, Алла ол кісілерден разы болсын, былай деп айтады. Хамбали мазхабының ғалымы. Бағдаттың дейді, Бағдат деген қалада тұратын болған. Бағдат қазіргі Ирактағы қала ғой, астанасы ғой. Сонда дейді, Бағдатта дейді, ерте заманда анамыз екеуміз өмір сүретін едік дейді, 7 жігіт болған. Сонда дейді, Бағдаттың қатты суық түндерінде дейді, анам таң намазына 1 сағат қалған кезде оятатын еді дейді. Сөйтіп маған айтатын еді дейді, балам тұр, Құран оқы, Құран жатта деп айтатын еді дейді. Сөйтіп мен тұрамын дейді. Сөйтіп енді күн салқын, біздеркінде отопление жоқ. Анам дейді, қазанға су құйып, астын жағып, маған жылы су дайындайтын еді дейді.
сөйтіп сол жылы суменен дәрет алатын едім дейді. Таң намазына дейін Құран оқитын едім дейді, жаттайтын едім дейді. Сөйтіп таң намазының уақыты болған кезде анам үстіне хиджабын киіп, мені де қалың кигізіп, қолынан ұстап жетектеп, алыс жақтағы мешітке апарып сабаққа алып баратын еді дейді. Алла анамды мейіріміне алсын дейді. Аналар осындай болу керек екен, білдіңіз ба? Осы әңгімелердің баршасын ата-анаға деген құрметті бір жерлерде айтып отырсам, бір кісілер айтады да, үлкен кісілер, балам дейді, сен бізге ата-ана туралы айтпа дейді. Біздің ата-аналарымыз дүниеден өтіп кеткен дейді. Біздерге басқа теманы айт. Мен айтам, енді сіздің балаңыз сізге қарсы келсе, сізде ол кісіге бір нәрсе айтуыңыз керек қой. Уағыз насихат айтуыңыз керек. Сол үшін де әрбір адам өзінің әке шешесін құрметтеу керек. Баяғыда бір мешітте отқан кезде, бір күні мешітте жаңағы жұмыста отсам, бір жігіт кіріп келді. Енді менен үлкендеу жігіт 4-5 жас. Алдыма келіп отырды да, Имеке дейді, бүгін Паханның өлген күні еді, бір Құран оқып жүрші дейді да. Менен түсініп тұрмын, Пахан деген енді әкесін айтып тұр. Мен айтам, не зонада біреу өлді ма, смотрящий өлді ма деймін ғой, жаңағы әзілдеп отырмын анаған. Жоқ, Паханы кім деймін ғой жаңа. Батя ғой, Батя дейді да. Мен Батясын танымайды екенмін. Кім ол десем, Папашка ғой, Папашка дейді да. Әке деп айтсай деймін ғой, әке деп айт. Бір жігіт айтады баяғыда, әкемді өлгенше Папашка деп айттым дейді. Үлкен кісі ол. Бір күні болмаса бір күні әкешім деп айтам дейді. Үміттеніп жүрмін дейді. Айтам деп ниеттеніп жүредім дейді да. Әкем бір күннің ішінде өліп кетті дейді. Кәдімгі бір сағатта давлениемен бірден кетіп қалды дейді. Скорый келгенше өліп кетті дейді. Табытын көтеріп бара жатып, әкешім деп жыладым дейді. Бірақ ол кеш екендігін түсіндім дейді. Сол үшін не істеу керек, құрметті бауырлар, қолдағы бар алтынның қадірін бар кезде білу керек екен. Ертең ол өлгеннен кейін қанша жылы сөз айтсаңыз да, қанша жақсылық қылсаңыз да, баршасы не болып қалады? Бекер болып қалады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде әке шешесін наразы қылған адам жәннатқа кірмейді дейді. Былай деп айтады: Алланың разылығы дейді, ата-ананың разылығында. Кімге ата-анасы разы болған болса, Алла одан разы. Алланың ашуы ата-ананың ашуында дейді. Кім ата-анасын ашуландырып алған болса, Алла одан ашулы деген мағынаны білдіреді екен. Ғалымдарымыз керемет бір сөз айтады. Қандай да бір кісі дейді, қандай да бір күнәларды жасаса дейді, жер бетіне қандай да бір күнәні жасаса дейді, бірақ ата-анасын разы қылып бұл дүниеде шығарып салса, Алла ол кісіні түбі жәннатқа кіргізеді дейді, тозаққа кіргізбейді ол кісіні дейді. Осының керісіншесі, қандай да бір кісі дейді, әке шешесін наразы қылса дейді, бірақ жер бетінде бүкіл жақсылық жасады. Намазында оқыды артығыменен, оразаны да ұстады артығыменен, қажылыққа да барды артығыменен, садақасын, зекетін бәрін берді артығыменен, бірақ ата-анасы разы болған жоқ ол кісіге. Дін жағынан, өзінің мінез құлқы жағынан разы болмады. Түбі жәннатқа кірмейді екен ол кісі. Бұл осындай қағида екен ислам шариғатында. Сол үшін әрбір мұсылман адам өзінің ата-анасын құрмет қылу керек екен, құрметті мұсылман бауырлар. Бір ұстазымыз айтады, ерте замандарда дейді, 90-шы жылдары араб мемлекеттерінің бірінде оқитын едім дейді. Дін оқып жүрген ғой. Сонда дейді, үйдегілермен айына бір рет хат жазам дейді үйге. Үйдегілер маған айына бір рет хат жазады дейді. Ол уақыттарда телефон жоқ уақыттар ғой. Сонда дейді, үйдің хабарын, хатты анам жазып отыратын еді дейді. Әкем репрессия кезінде өмір сүріп, мектеп оқи алмай қалған адам дейді. Хатты анам таниды, анам жазып отыратын еді дейді. Әлгі үйден хат келсе дейді, марқайып қалам, қуанып қалам дейді, үйдің хабарын білсем. Осылайша оқып жүрсем, бір күні анамның жазатын хаты саябырсып үзіліп кетті дейді. Үйден хат келмей қойды дейді. 2 ай күтем, 3 ай күтем, хат жоқ дейді. Мен жазам, бірақ ар жақтан хат келмейді дейді. Үйдегілерді сағынғандығым соншалықты дейді. Анамның баяғы жазған хаттарын, ескі хаттарды алып қайтадан оқимын дейді. Ескі хаттарды оқысам, жаңадан үйден хат келгендей әсер аламын дейді. Осылайша 6 ай өтті дейді. Бірақ хат келмеді дейді. Қатты уайымнан бір күні үйге звондадым дейді. Баяғыда таксофон деген нәрсе болушы еді ғой. Білесіздер ғой, ә? Сөйтіп үйдегілермен сөйлессем, әкем алады дейді.
Әкеммен сөйлесіп болғаннан кейін анам қайда деп сұрасам, әкем бір хабарды жасырады дейді. Ей, қазақпыз ғой, анаң ана жаққа тойға кетті, мына жаққа жиынға кетті деп айтады дейді. Осылайша 1 жыл өтті дейді, бірақ хат сол күйі келмеді дейді. Мен оқуымды бітірдім дейді. 4-ші курста едім дейді. Оқуымды бітірдім дейді. Дипломды қолыма алдым дейді. Сөйтіп әкеме қайтадан звондадым дейді. Әке, мен оқуымды бітірдім, дипломды қолыма алдым. Енді рұқсат болса, тағы 1 жылдай осы жақта жүре тұрсам, ұстаздардың батасын алсам, тағы да білім алып қалсам деп айттым дейді. Сонда әкем маған былай деп айтты дейді. Балам, сен егерде оқуыңды бітірген болсаң, дипломыңды қолыңа алған болсаң, онда қайтсай деп айтты дейді. Елге қайт деп айтты дейді. Мен саған бір ақиқатты ашайын деп айтты дейді әкесі. Осыдан 1 жыл алдын дейді, сенің анаң ауырып жүрген еді дейді. Жаман бір ауруменен. Бірақ ауырып жатып маған өсиет қылды дейді. Ана бала оқуын бітірмейінше, дипломын қолына алмайынша, менің ауырып жүргенімді тіпті өліп қалсам да айтпа деп өсиет қылған еді дейді. Осыдан 6 ай алдын анаң дүниеден өтті дейді, 6 ай ауырып. Сен оқуды бітірдің, мен аманатты жеткіздім, енді қайт деп айтты дейді. Сонда әлгі ұстаз айтады, әлгі хабарды естіген кезімде дейді, бүкіл дүние астан кестең болып кетті дейді. Күнім күлкісіз, түнім ұйқысыз өтті дейді. Ұстаздарыма келіп, батасын алып, елге қайтуға қарай заттарымды жинадым дейді. Үйге келсем, анамды таппайтынымды білемін дейді. Бірақ қара шаңырақтан анамды іздеймін дейді. Үйге келіп. Әрбір бөлменің есігін қағып, анашым, анашым деп айтамын дейді. Мүмкін дауыстары шығып қалатын шығар деп ойлаймын дейді. Анамның заттарын көрсем, анам есіме түседі дейді. Айтқан ақылдары, басымнан сипап еркелеткен кездер есіме түседі дейді. Сол кісі айтады, бүкіл дүниенің сұлулығын жинап қойса дағы дейді, менің анамның бір күлкісіне де татымайды екен ғой дейді. Сол үшін әрбір мұсылман адам, әрбір кісі бұл дүниеде әке-шешесін құрмет қылу керек бар кезде. Әке-шешелері дүниеден өтіп кеткен кісілерше, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде былай деп айтады, қандай да бір жігіт, не болмаса қыз баласы ата-анасын бұл дүниеде наразы қылып, ренжітіп алып, әке-шешесі дүниеден өтіп кеткен болса дейді, аптаның әр жұма күні қабірін зиярат етіп баратын болса дейді, сөйтіп ата-анасына дұға қылатын болса, кешірім сұрайтын болса, Алла тағала ата-анасының кешірімін алып береді дейді. Бұл хадис екен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан. Сол үшін әрбір мұсылман адам ата-анасының қабірін зиярат етіп тұру керек. Кейбір жігіттер, кеше бір жігіттерден естідім, әкемнің қабірі қайда екенін есіме шығып кетті дейді. Білмейді. Бұл деген сөзіне бармайды екен, көріп отырсыз ба? Бұл қиянат болады, құрметті мұсылман бауырлар. Әрбір Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің әкесінің және анасының қабірін зиярат еткен екен. Анас ибн Малик радиаллаху анху былай деп айтады, үлкен қажылықтан келе жатқан кезімізде дейді, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмірінде бірақ үлкен қажылық жасаған 63 жасында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үлкен қажылықтан келе жатқан кезде Алладан дұға қылды дейді. Я Раббым Алла, анама дұға қылсам болады ма деген кезде Алла тағала рұқсат бермеді дейді. Бірақ қабірін зиярат етуге рұқсат берді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мединеге қарай келе жатқан кезде жолда Абуа деген ауылға тоқтадық дейді. Абуада кім жатыр? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям анасы жерленіп жатыр, Амина анамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Амина анамыздың қабірінің басында тұрды дейді. Артында 10 мыңдаған сахабалар тұр. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям анасының қабірінің басында тұрып бір кезде жылады дейді. Қатты жылағандығы соншалықты сақалының баршасы суланып кетті дейді. Өте қатты жылағандығы соншалықты үсті су болды дейді. Мына жердің баршасы не? Жасы ақты дейді. Ата-анаға деген несі? Құрмет екен. Сол үшін құрметті мұсылман бауырлар, әрбір кісі бұл дүниеде ата-анасын құрмет қылу керек. Міндетті болады екен. Егер де кім ата-анасын наразы қылған болса, ол кісіні қиямет күні Алла тағала өте ауыр азаппенен күтіп алады екен. Алла білуші әр үстем. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин.